Сәлем достар, мен сіздерге дәл осындай керемет жұмсақ үлпілдеп тұратын беляши жасауды үйрететін боламын. Ол үшін бізге сүт, сары май, жұмыртқаның сарыуызы, ұн, шекер, тұз, дрожжа керек болады. Енді сүтімізді ыдысымызға салып аламыз. Сүт жылы болуы керек. Артынан сары майды саламыз, жұмыртқаның 2 сарыуызын салып аламыз. Тұз, шекер салып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алдық. Енді кішкене ұн салып, артынан дрожжамызды салып, жақсылап тағы араластырамыз. Енді қалған ұнымызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді дайын қамырымызды жарты сағатқа үстін жабып ыстық жерге қойып қоямыз. Дрожжаларымыз көтеріліп шығу керек. Біздің қамырымыз жарты сағат тұрды. Енді ұнымызды жайлап салып, жұмсақ қамыр елеп аламыз. Біздің қазір бұл дайындап жатқан тестамыз универсальный. Бұны сіз нанға да қолдана аласыз. Духовкада нан жапсаңыз да болады, өте күшті болады. Бауырсақ жасасаңыз да болады, өте дәм күшті, ерекше болады. Және сіз бұл қамырмен пицца жасасаңыз да болады. Көріп тұрғаныңыздай дәл осылай қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Арасындағы ұндары барлығы жетіріліп кетуі керек, сондықтан да жақсылап араластырыңыздар. Біздің қамырымыз дайын болып қалды. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай жұмсақ қамыр болды. Сіздерде де дәл осылай болсын. Қолыңызбен біткен кезде жабысатындай болсын. 1-2 жабысып тұрады. Енді үстін жауып ыстық жерге алып қойып. Ал енді беляшиміздің ішіндегі салмасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге фарш керек болады. 2 пиязды майдалап турап аламыз. Және ішінде қалаған перестеріңізді салып қолдана аласыздар. Енді жақсылап қолымызбен жақсылап езіп аламыз. Бір-біріне жабысып тұратын жабысқақ фарш болуы керек. Ал қамырымызда дайын болып қалыпты. Енді қамырымызды түсіріп аламыз. Енді жабысып қалмау үшін жақсылап майлап аламыз. Бізде жұмсақ жабысқақ қамыр болды. Енді жақсылап бөліктерге бөліп аламыз. Бөліктерге бөліп алған қамырларымыздың енді формаға келтіріп аламыз. Тұп-тұмалақ етіп формаға келтіреміз. Менің осы жері қолым видеоға түспей қалған екен, ал сіздер дәл осылай тұп-тұмалақ жасап алыңыздар. Енді видеода көріп тұрғаныңыздай қамырымызды дәл осылай жайып аламыз. Ішіне салмамызды саламыз. Енді дәл осылай әдемілеп төгіп аламыз. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай әдемі формаға келеді. Барлығын дәл осылай төгіп аламыз енді. Қатты жұқа етіп жайып жібермеңіздер, өйткені жұқа болып кетсе болмай қалады, иә. Сондықтан да сәл басасыздар да ішіне салмасын салып, дәл осылай төгіп аласыздар. Біздің қамырларымыз дайын болды, төгіп алдық беляшилерімізді. Енді газға сковородканы қойып, май құямыз. Қыздар, сковородкаға майды көбірек құюымыз керек. Майымыз қызды, дәл көрсеттік, видеода қалай көрсетті, дәл солай салыңыздар беляшилерді. Артқы жағымен салдық, иә, жақсылап енді пісіріп аламыз. Алауымызды төмен етіп аламыз, өйткені беті қамырымыз тез күйіп кетуі мүмкін, фарш піспей қалуы мүмкін, сондықтан да алау төмен болуы керек. Көріп тұрғаныңыздай дәл осылай түстері әдемі болып шығады. Дайын болған беляшилерімізді аламыз. Қағаздың или салфетканың үстіне қойыңыздар, сол кезде майларын суырып алады, иә.
Мен сіздерге тағы бір рет көрсеткім келді. Гүләшиді дәл осылай саласыздар. Сол кезде ішіндегі фарштары шығып кетпей, сулары шығып кетпей, әдемі болып пісіп шығады. Және ұмытпаңыздар, алау төмен болу керек. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай керемет гүләшилер дайын болды. Іштері де пісіп, сочный болып шықты. Түстері де әдемі, өте керемет. Қыздар, күнделікті жасап жақындарыңызды қуантыра аласыздар. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, подписка жасап, комментарий жасап, лайк басуды ұмытпаңыз. Ал сіздерге сәттілік.